Сәлеметсіздер ме? Мен атым Әділ Әбдікерімұлы. Қытайда 13 жыл травматолог бас мамандығы дәрежесінде қызмет атқарғам. 3000-нан астам науқастарға, яғни пациенттерге көмегімізді тигіздік операция жағынан. Енді Қазақстанға келгелі 2 жыл болды. Осы Қазақстанда 2 жылдың ішінде де 1000-нан астам науқастарға, әсіресе қызмет барысында қол саусағының денесінен ажырап түсіп қалуы, қол аяғының қызметінің шектелуі, яғни травмадан кейін болмаса жұмыс барысында қол аяқтың денеден ажырап түсіп қалуын қайтадан жалғап тірілту, терілері жетпесе басқа жерден қан тамырын еріменен тері көшіріп, оны қайтадан қалпына келтіру, бұрын травма болып әзір қайтадан қалпына келе алмай жүрген пациенттерге оны қайтадан қызмет қалпына келтіруге көмектесіп жатырмыз. Қазіргі таңда біз Астанада Асу медикал клиника орталығын ашып отырмыз. Біздің орталығымыз көп салалы медициналық қызмет көрсету орталығы. Яғни біз әзір Қазақстандағы белгілі мықты травматолог мамандарын басын қосып, ұйымдастырып сіздерге ең жақсы халықаралық деңгейде қызмет көрсетуге құлшынамыз. Біздің орталығымызда тек сыртқы жарақаттармен ғана емес, бел ауырған, тізі ауырған сияқты науқастарға біз халықаралық деңгейдегі озық аспаптармен, жақсы мамандармен бірлесе отырып, ең жақсы қызмет көрсетуге тырысамыз. Біз туралы толығырақ білгіңіз келсе, парақшаға жазылып, бізбен бірге болыңыз.